Сәлем достар, бұл видеода қол бұлшықеттерінің ішіндегі иық белдеуі және иық бұлшықеттеріне тоқталамын. Иық белдеуі бұлшықеттерінің біріншісі мускулис дельтоидеус, нөмір бірінші цифрамен көрсетілген дельта тәрізді бұлшықет. Ол бұғана сүйегінің ортаңғы 1/3 бөлігінен, жауырынның қылқанынан және акромион өсінісінен басталады да, тоқпан жіліктің осы бұлшықетке арналған бұдырмағына келіп бекінеді. Функциясы иықты бүгу, жазу және әкету. Келесі мускулис супраспинатус екінші цифрамен көрсетілген қылқан үстілік бұлшықет. Ол жауырынның қылқан үстілік шұңқырынан басталады, немесе осы шұңқырды толтырып тұрады. Ал иық сүйектің үлкен төмпешігіне барып бекінеді. Функциясы иықты әкету. Келесі мускулис инфраспинатус төртінші цифрамен көрсетілген. Ол жауырынның қылқан астылық шұңқырынан басталады да, тоқпан жіліктің үлкен төмпешігіне барып бекінеді. Иықты сыртқа айналдыру функциясын атқарады. Одан кейін мускулис терес минор жетінші цифрамен көрсетілген бұлшықет, дөңгелек кіші бұлшықет. Басталатын орны жауырынның латеральды қырынан, міне мынау жауырынның латеральды қыры және тоқпан жіліктің үлкен төмпешігіне келіп бекінеді. Функциясы иықты әкету. Одан кейін мускулис терес майор 6-шы цифрамен көрсетілген. Ол дөңгелек үлкен бұлшықет. Жауырынның латеральды қырынан және төменгі бұрышынан, мынау бізде жауырынның төменгі бұрышы, ал мынау жаңа айтқандай латеральды қыры. Тоқпан жіліктің кіші төмпешігінің қырқасына барып бекінеді. Иықты төмен сүреді, алға қимылдатады және ішке айналдыру функциясын атқарады. Мускулис субскапулярис 10-шы цифрамен көрсетілген жауырын астылық бұлшықет. Яғни енді біз жауырын сүйектің қабырғаға қараған бетін қарастырамыз. Басталатын орны жауырынның ішкі бетінен, бекінетін орны иық буынының капсуласы мен тоқпан жіліктің кіші төмпешігі. Иықты ішке айналдырады, иықты денеге жақындату функциясын атқарады. Одан кейін иық бұлшықеттеріне тоқталамыз, яғни жаңа біз иық белдеуінің бұлшықеттерін талдаған болатынбыз. Келесі иық бұлшықеттері бізде алдыңғы топ және артқы топ болып бөлінеді. Алдыңғы топ бұлшықеттері бүгу функциясын атқарады, сәйкесінше бүккіштер деп аталады. Артқы топ бұлшықеттері жазу функциясын атқарады, сәйкесінше жазғыштар деп аталады. Енді бүккіштерден бастайық, яғни бұл алдыңғы топ бұлшықеттері мускулис бицепс брахий, иықтың екі басты бұлшықеті, сәйкесінше оның ұзын басын және қысқа басын ажыратамыз. Капут лонги ұзын басы, ол буын үстілік төмпешіктен туберкулум супраглиноидалиден басталады, ал капут бреви, яғни қысқа басы жауырынның құс тұмсығы тәрізді өсіндісінен басталады. Міне мынау жауырынның құс тұмсығы тәрізді өсіндісі. Бекінетін орны кәрі жіліктің бұдырмағына, мынау кәрі жілік сүйегі, сондағы бұдырмаққа бекінеді. Иықты білекті бүгеді және білекті супинациялайды. Супинация дегеніміз осылай білекті сыртқа айналдыру болатын болса, пронация дегеніміз ішке айналдыру. Келесі мускулис корокобрахиалис құс тұмсық иықтық бұлшықет. Оның басталатын орны жауырынның құс тұмсық тәрізді өсіндісі, яғни атауына сәйкес келіп отыр, және тоқпан жіліктің ортасына қарай бекінеді. Иықты бүгеді және тоқпан жілікті денеге жақындату функциясын атқарады. Одан кейін мускулис брахиалис иықтық бұлшықет тоқпан жіліктің ортасынан басталады да, шынтақ сүйек бұдырмағына және шынтақ буынына қарай бекінеді. Ол иықты иық буынында бүгеді. Иық бұлшықеттерінің келесі артқы топ бұлшықеттері жазғыштар. Мускулис трицепс брахий иықтық үш басты бұлшықет, оның ұзын басы жауырынның буынастылық төмпешігінен, яғни туберкулум инфраглиноидалиден басталады және латеральды медиальды бастары тоқпан жіліктің артқы бетінен. Міне мынау бізде медиалды басы және латеральды басы болып табылады. Одан кейін олар үшеуі бірге шынтақтық өсіндіге, яғни 8-бен көрсетілген олекранон деп аталады шынтақтық өсінді, сол жерге барып бекінеді, яғни білекті жазу қызметін атқарады. Келесі артқы топ бұлшықетіне мускулис анканеус жатады. Шынтақтық бұлшықет. Басталатын орны тоқпан жіліктің латеральды айдаршық үстінен, яғни айдаршық үсті дегеніміз эпикондилис латералис. Бекінетін орны шынтақтық өсінді, яғни олекранон болып табылады, білекті жазу функциясын атқарады. Мен біздің иық белдеуі және иық бұлшықеттері аяқталды. Келесі видеода білектің бұлшықеттерін және қол басы бұлшықеттерін түсіндіретін боламын. Каналға тіркелуді және лайк басуды ұмытпа.